Құрметті тыңдарман, көз қарақты көрермен. Құран кәрім қазақша түсіндірмесі. Ниса сүресі 100-ші аятқа құлақ түріңіздер. Кімде-кім Алла жолында хижрет етіп, қоныс аударса, жер бетінде көптеген қоныс тебер тұрақ тауып, молшылыққа кенеледі. Ал кімде-кім Аллаға және Расулына қауышу, яғни олардың разылығына бөлену мақсатында қоныс аударып, дінсіздер жайлаған жерден үй жайын тастап шығып, жол жөнекей ажалы жетіп өлсе, сауабын бір Алланың өзі берері сөзсіз. Алла құлдары қанша жерден күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Әсіресе мойын сұнғыш мүмін құлдарына ерекше мейірімді.